мен ойлаймын да, бір сәтке ғана мысалға кейбір жүректер бар, Алламен байланысқа түскен кезде, ешкім жоқ жерде егілген кезде бір тынышталады, рахаттанады. Ішінен бірдеңенің барлығы сейіліп кеткен сияқты. Бірақ ол орнынан тұрғаннан кейін байланыспен адамдарды қоғамда құрады ғой байланыс. Ол қайтадан проблема басталады да. Ол қайтадан осылай, өмір осылай бітпейді негізі. Жүректің тыныштығы деген нәрсе. Мүмкін Құран оқыған кезде бір сәтке ұмытарсың. Құранды жапқаннан кейін қайтадан ол нәрсе басталады. Адам уайымның үстінде ғана, машақаттың, қиыншылықтың үстінде ғана өмір сүреді деп аятта айтқандай. Біз адам қиындыққа жараттық дейді ғой. Алла, сен демалам деп барсаң да қиналып келесің негізі. Тасташы, бір демалып келейінші деп барасың ба? Ояқта да сол проблема. Телефонға бітірейін деп сообщение келген кезде зәреңші отырады. Не аманшылық ба екен деп. Дұрыс па? Сондықтан жанның тыныштығы, жүректің тыныштығын Алла Тағала бұл жәннатқа жасырған шығар. Уайымсыз құтты мекен жәннат.